Адам қайтыс болғанда молда жаназасында сұрайды. Мына адам өзінің өмірінде біреуді ренжітсе, ауыр сөз айтса кешірдіңдер ме деп. Сонда бүкіл жамағат кешірдік деп жауап береді. Молда 3 рет сұрайды, кешірдіңдер ме деп. Біз 3 рет жауап береміз, иә кешірдік деп. Әрине кешіресің, кім кешірмейді о дүниеге кетіп бара жатқан адамды. Тек мынандай сұрақ туады екен адамда. Жарайды, біз кешірдік. Ал мына адам кешірді ме бізді? Марқұм. Ол да өзінің өмірінде талай адамнан ауыр сөз естіген шығар. Талай өкпесі, назы болған шығар, реніші. Соны кешірді ме, жоқ, о дүниеге кетіп бара жатыр ма? Егер де соңғы демі шығар кезде, «Я Алла, мен бәрін кешірдім, кім мені ренжітсе» десе, онда жақсы. Ал егер де өкпесінде, ренішінде, өзінің жүрегіндегі о дүниеге кетіп бара жатса, онда қиын болады ғой. Кім оны ренжітті, соларға қиын болады ғой. Оны айтып тұрған себебім, осыдан 4-5 жыл бұрын бір жігіт былай дейді, өзінің інісін жерледі. Сонда жаназадан кейін. Әрине аты бәрі өзгертілген. 5 қарындасым бар, 4 інім бар дейді. Болды дейді. Мына 3-ші інімді жерледім дейді. Ағайынның көп болғаннан кейін бе қадірін білмедім. Мен жасым үлкен болғаннан кейін қалай болса солай оларға сөйледім. Олар көтеретін, айтқанымнан шықпайтын, күле салатын, мен ауыр сөз айтсам. Мына інім осы қайтыс болған, бүгін жерленген. Осыдан бір жұма бұрын үйіме келді. Қақпаның сыртына шығып жұмысқа кетейін деп жатсам, машинаға отырып келе жатыр екен. Келіп, ағатай, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Сізге амандасайын деп келдім деп құшақтап жатыр екен. Қойшы, адамға жабыспайды деп кеудесін итеріп қалдым. Немене, жай жүрсің бе, тағы да әлде ішіп алғансың ба деп. Анда-санда бір шетін айына жылына ішеді, бір шетінде болған. Бірақ ешкімге зияны жоқ еді, ақ көңілдің. Жоға танытпай, аға кім ішеді? Ішкем жоқпын деп. Әшейін сендерді көрмегелі көп болды ғой, ағатай, соны амандасайын деп келдім. Жеңгеге амандасайын, сізге амандасайын деп. Жарайды, мен кеттім жұмысқа деп машинаға отыра бастап едім. Тағы да келіп иығымнан құшақтай бастады. Ағатай, жарайды, ал сау болыңыз деп. Қойшы, адамға жабыса бермей өзін деп кеудесін итеріп қалып машинаға отырдым. Қарасам, екі көзі жәудіреп қарап тұр екен. Ыңғайсызданып қалды, кеудесін itергеніме. Қол салбырап, күлімсіреп қарап тұр. Үндемей машинаға отырдым да жұмысыма кеттім. Бір ой келді. Жылт ете қалды. Кеудесіне неге итересің деген. Расында да бекер итердім ғой деп. Айнадан қарасам, әлі қарап тұр екен. Қол салбырап қарап тұр артымнан. Соны өкініп қалдым, бекер итердім деп. Содан оны көргем жоқ. Міне, бүгін інімді жерлеп тұрып, мәйітін ғана көрдім дейді. Жүрегіме өкінішім сыймай тұр. Бір өкініш бар деп көзіне жас алды. Ер азаматтың жылағаны әлсіздігі дейді ғой. Жоқ, әлсіздік емес, оның жүрегінің бар екені, адамгершілігінің бар екенің белгісі оның бәрі. Ата-бабамыз айтты ғой, мына жалған өмір. Қамшын самдай қысқа өмір, тірі кезінде сыйласыңдар. Сендер бірлерің қонақсыңдар, бұл дүниеге де қонақсыңдар деп. Соны біз орындамаймыз ғой. Қонақпыз ғой бірімізді қонақ ретінде сыйлауымыз керек қой. Қасымыздағы жүрген, тіпті мына бала шағында болсын, туған туысқандар болсын, бөтен адамдар, кім қасында жүр, бәрін қадірін білуіміз керек қой. Тірі кезінде сыйласқан дұрыс, өлгенде жыласқан не керек? Қадірі жоқ адамның қасында тірі жүргенде, орнының қалар ой сұрап, денесі көрге кіргенде деп мен алдында да бір бейне жазбада айтып едім. Сондықтан тірі кезінде сыйласқанымыз дұрыс, ертең өкініште қалмайық. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Біреуді ренжітсе, не ертең ол кетеді мәңгілікке, не сен кетесің мәңгілікке. Сонда өмір бойы өшпейтін өкініш қалады жүректе. Ренжітпейік ағайын. Тірі кезімізде сыйласайық. Тірі отырыңыздар.